Мектебіміздің 2025-2026 оқу жылының бірінші жарты жылдығындағы әдістемелік жұмысы білім беру сапасын арттыруға, педагогтердің кәсіби әлеуетін дамытуға және оқыту үдерісіне заманауи талаптар мен құндылықтарды тиімді кіріктіруге бағытталды. Әдістемелік қызмет мектептің даму басымдықтарына сәйкес жүйелі түрде ұйымдастырылып, нақты нәтижелерге қол жеткізілді. Мектепте барлығы 95 педагог қызмет атқарады. Педагогтердің сапалық құрамы 38%-ді құрайды. Атап айтқанда, 2 педагог шебер, 15 педагог зерттеуші, 18 педагог сарапшы, 34 педагог модератор, 36 педагог тағылымдамашы. Бұл көрсеткіш мектеп ұжымының кәсіби әлеуетінің тұрақты дамып келе жатқанын көрсетеді. 2025-2026 оқу жылында 32 мұғалімнің біліктілік санаты арттыруға өтініш білдіріп отыр. Биылғы оқу жылында мектеп табалдырығын алғаш аттаған 10 жас маманға тәжірибелі тәлімгер ұстаздар бекітіліп, әдістемелік қолдау жүйелі түрде ұйымдастырылды. Атап айтқанда, Иманкулова Раушан, Маматжанова Гүлімжан, Алпыспаева Эльмира, Түлебекова Гүлфарида, Маякова Сара сынды тәжірибелі педагогтердің тәлімгерлік қызметі жас мамандардың кәсіби бейімделуіне, сабақ сапасын арттыруына оң ықпал етті. Мектепте 10 әдістемелік бірлестік жұмыс істейді. Бірінші жарты жылдықта дене шынықтыру және шығармашылық пәндер, бастауыш сынып, тарих пәні мұғалімдерінің пәндік онкүндіктері өткізілді. Онкүндіктер нақты критерийлерге сай жоспарланып, 2 кезең бойынша жүзеге асырылды. Бірінші кезең оқу үдерісіне құндылықтарды кіріктіруге бағытталған ашық сабақтар мен семинар, тренингтер. Екінші кезең адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында сыныптан тыс іс-шаралар мен жобалық жұмыстар. Онкүндік аясында өткізілген үздік қысқа мерзімді жоспар байқауы мұғалімдердің әдістемелік мәдениетін арттыруға ықпал етті. Байқау нәтижесінде көркем еңбек пәні мұғалімі Айдарбекова Үрияш, бастауыш сынып мұғалімі Өмерзакова Айда, тарих пәні мұғалімі Гадилов Олжас жеңімпаз атанды. Қазақстан Республикасы Білім ғылым министрлігінің 95-ші бұйрығына сәйкес педагогтер 3 жылда бір рет біліктілігін арттырып отыруға міндетті. Осы талапқа сай бірінші жарты жылдықта 15 мұғалім біліктілігін арттыру курсынан өтті. 15 мұғалім өрлеу біліктілікті арттыру курсынан, 5 мұғалім педагогикалық шеберлік орталығынан, 91 мұғалім дарын ұстаз орталығында білім беруді жасанды интеллект курсын аяқтады. Бұл курстар педагогтердің цифрлық әдістемелік және кәсіби құзыреттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Бірінші жарты жылдықта мектептен 4 педагог кәсіби байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Абилдаева Гүлім, үздік авторлық бағдарлама байқауы 3-ші орын. Алдекенова Көркемай, байқау қатысушысы, көрермен көзайымы номинациясы. Алайда, бастауыш сынып мұғалімдері мен сынып жетекшілерге арналған кейбір байқауларға қатысушылардың болмауы келесі жарты жылдықта назар аударатын өзекті мәселе. Педагогтардың өзара сабаққа қатысуы тәжірибе алмасудың тиімді тетігі. Бірінші жарты жылдықта мұғалімдер жалпы 410 сабаққа қатысты. Әдістемелік бірлестік бойынша көрсеткіш төмендегідей. Жаратылыстану әдістемелік бірлестігі 36 сабақ. Бастауыш қазақ әдістемелік бірлестігі 62 сабақ. Бастауыш орыс әдістемелік бірлестігі 60 сабақ. Орыс тілі әдістемелік бірлестігі 46 сабақ. Математика, информатика әдістемелік бірлестігі 69 сабақ. Тарих әдістемелік бірлестігі 22 сабақ. Ағылшын әдістемелік бірлестігі 83 сабақ. Дене шынықтыру әдістемелік бірлестігі 32 сабаққа қатысқан. Өзара сабаққа қатысу нәтижесі бойынша топ 7 педагогты атап өтсек. Садыканова Зере 19 сабақ. Алдекенова Көркемай 15 сабақ. Юрасова Людмила 12 сабақ. Маматжанова Гүлімжан 12 сабақ. Бекжанова Бейбіт 12 сабақ. Түлебекова Гүлфарида 12 сабақ. Бақтыбай Аружан 12 сабаққа қатысты. Бұл жұмыс сабақ сапасын арттыруға, конструктивті кері байланыс орнатуға ықпал етті. Мектеп ұжымы үздік ұстаз академиясы жобасы аясында педагогтердің тәжірибесін медиа кеңістікте насихаттауға бет бұрды. Педагогикалық кеңестер дәстүрлі есеп беру форматынан интерактивті тәжірибелік форматқа көшті. Кеңес барысында Қуандыкова Жадыра әдебиет сабағында құндылықтарды дәріптеу, Букабаева Гүлнар сынып сағатына құндылықтарды кіріктіру, Черемушкина Кристина
Арабова Лейла адал азамат құндылықтарын сабаққа кіріктіру тақырыптарын тәжірибелерімен бөлісті. Мектепке жүзеге асырылып жатқан оқуға құштар мектеп, 5 минуттық оқу, біртұтас тәрбие жобалары оқушылардың функционалдық сауаттылығын, оқу мәдениетін арттыруда нақты ықпал етуде. Аталған жобалар аясында облыстық, аудандық және республикалық деңгейде ғылыми-практикалық конференциялар, мәдени-танымдық кездесулер тұрақты ұйымдастырылып келеді. Атап айтқанда, жазушы Бейбіт Сарыбайдың «Бекзат. Шаршалаңнан тыс өмірі» кітабының таныстырылым кеші өткізілді. Кездесу барысында оқушы автормен тікелей сұхбаттасып, шығарманың идеялық мазмұны мен тәрбиелік мәні жөнінде ой бөлісті. Бұл іс-шара оқушылардың кітапқа қызығушылығын арттырып, рухани адамгершілік құндылықтарды бойына сіңіруіне оң әсер етті. Мектеп педагогтері облыстық және аудандық деңгейде өздерінің кәсіби тәжірибелерін таратуда жоғары белсенділік танытып келеді. Әсіресе шебер ұстаз Иманқұлова Раушан мен директордың әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары Қасымжанова Замира республикалық облыстық деңгейдегі семинарлар мен тәжірибе алмасу алаңдарында мазмұнды баяндамалар жасап, нәтижелі іс тәжірибелерімен бөлісті. Ұсынылған материалдар заманауи педагогикалық тәсілдерге негізделіп, білім беру сапасын арттыруға бағытталды. Аталған жұмыстар мектептің әдістемелік әлеуетін арттырып, білім беру ұйымының оң имиджін қалыптастыруға ықпал етті. Бірінші жартыжылдықта мектепте пәндік олимпиадалар бірнеше деңгейде өткізілді. Атап айтқанда, ауыл олимпиадасының мектепшілік кезеңіне 73 оқушы, аудандық кезеңге 27 оқушы, облыстық кезеңге 12 оқушы қатысты. Нәтижесінде облыстық кезеңнен Райник Ксения, жетекшісі Критская Аида, бірінші орын, Воробьева Яна, жетекшісі Абылқасымова Марзия, үшінші орын иеленді. 2025-2026 оқу жылының бірінші жарты жылдығында 5-11 сынып оқушылары арасында өткізілген пәндік олимпиадаларға қатысу көрсеткіші төмендегідей. 5-6 сыныптар 16 оқушы, 7-8 сыныптар 38 оқушы, 9-11 сыныптар 24 оқушы. Аудандық кезең қорытындысы бойынша мектеп оқушылары жүлделі орындарға ие болды. Жалпы нәтиже: бірінші орын біреу, екінші орын 18, үшінші орын 23 оқушы. Бұл көрсеткіш пән мұғалімдерінің жүйелі дайындығы мен оқушылардың тұрақты еңбегінің нәтижесін көрсетеді. Бірінші жарты жылдықта бастауыш сынып оқушылары арасында алтын сақа және зерделі ұрпақ зияткерлік олимпиадалары өткізілді. Нәтижесінде 3-4 сыныптар бойынша қатысқан 4 оқушы да жүлделі орындарға ие болды. Сонымен қатар, зерделі ұрпақ олимпиадасының аудандық кезеңінде мектеп командасы жүлделі 2-ші орынға ие болды. Лингвистика пәні бойынша аудандық кезеңге 2 оқушы қатысып, нәтижесінде 1 жүлделі 2-ші орын иеленді. Бұл гуманитарлық бағыттағы пәндер бойынша да жүйелі жұмыстардың жүргізіліп жатқанын дәлелдейді. Оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарына қатысуы да жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Эврика клубы аясында ғылыми жобаларға дайындық жүйелі жүргізілуде. Зерде дарын ғылыми жобаларында оқушылар жүлделі орындарға ие болып, мектеп жетістігін арттырды. Зерде ғылыми жобасының аудандық кезеңінде 2-ші орын 1 оқушы, 3-ші орын 1 оқушы. Дарын ғылыми жобалары байқауында мектеп оқушылары жүлделі 2-ші орынға ие болды. Бұл нәтижелер оқушыларды ғылыми ізденіске баулудағы жүйелі жұмыстың тиімділігін көрсетеді. 2025-2026 оқу жылының бірінші жарты жылдығындағы әдістемелік жұмыс жүйелі, нәтижелі және мектептің даму бағытына толық сәйкес жүргізілді. Алдағы кезеңде педагогтердің кәсіби белсенділіктерін арттыру, байқауларға қатысуды жандандыру және инновациялық тәжірибелерді кеңінен енгізу негізгі басымдықтар ретінде айқындалды.